Так, сабағымызды жалғастырамыз. Біздің лекаларымыз дайын. Енді біз матаның осындай велюр түрін алдық, матовый велюр. Енді осыны қазір өлшеп аламыз. Енді біз жаңағы қиып алған осы матамыздан міне мынандай бәрін пішіп алды. Қастарымен бұл қойып лекаламызды қойып төртеуін шығарып алдық. Астарымен қосып дайын. Енді бізге бас айналымы керек болатын. Бас айналымын тоже астар матасын үсткі жағын қосып матаны кесіп аламыз. Мына бас айналымы бізге абай тақиясын тігетін болсақ, осы силикон пайдалана беруге болады. Матаны қайырып ортасына кетірін салып. Егер біз мынандай құлақшынмен абай тақиясын тігетін болсақ, онда бізге мынау сызықтан кесіп тастау керек бұны. Сол себепті жарсын ғана пайдалану керек та, екеу шығару керек. Мысалы, осылай мен сияқты істеңіздер болады. Екі шетінен белгілеп. Так, осылай сызып алсақ, нелерімізді қадап алайық. Енді осы жаңағы айналымды ортасынан бөліп кесіп аламыз. Біз бас айналымын дайындаған кезінде біз осының жарысынан пайдаланамыз. Себебі біз мына жерлерімізге арасынан біз құлақшынды өткізуіміз керек болды тіккен кезінде. Сол себепті бұны екіге бөліп тастаймыз. Не сияқты бүктеп қосаңыз да болады. Мен осылай істеп алдым. Астармен және негізгі мата. Енді осыған белгілерімізді обязательно салып қоямыз. Не көріңіздер ма? Бұл белгі міндетті түрде болу керек, себебі біз мына жерге құлақшынның арасына тығып тігетін боламыз. Құлақшынның матасын. Енді бізде қалды құлақшынды пішу. Біз жаңа кесіп алған матамыз. Осыдан 4 штук шығаруымыз керекпіз. Так. Не қараңыз? Біз осыны екі қабаттап істесек болады, болмаса 4 қабаттап істесек болады. Beklet koyalım. Bekleyelim makamız. Şimdi biz osını sızbalamız. Mына жердегі белгіні міндетті түрде бере салып кетеміз. Бұл жаңағы біздің бас айналымға орнату үшін тең ортасынан бөлетін белгі. Так, енді қияйық.
сізге шатас кету үшін бас айналымы, құлақшын және де тақия төбесі. Бізде бәрі міне дайын болды. Енді келесі сабақта тігілу барысын көрсететін боламын.